Ойбай, орыс келді, солдат келді, деп Ерғалидың кішкене балалары үйге апырақтап кірді. Үйде Ерғали пешке арқасын сүйеп, шешесінің жыртылған мәсісін бастап отыр еді. Бәйбіше дәметкен, қолында ұршығы, төрде шынтақтап жатқан Жамақ деген қайнысымен сөйлесіп отыр еді. Ерғали тігінін, бәйбіше ұршығын, Жамақ әңгімесін қойып, балалардан бетер бұлар да үрпиісе бастады. Лапаста жатқан Мойнақ орыс көргенде үретін даусына салып, арсылдап даланы басына көтерді. Құдай-ай, өзің сақтай көр. Жылдың өзі ауыр. Орыс орманда көбейіп кетті. Қылышын сүйреп, үйге кіріп келгенде, осы зәре құтым қалмайды, деп дәметкен күрсінді. Кім қорықпайды дейсің? Мазаны кетіріп ақ тұр ғой, деп Жамақ шыға қашуға дайындалған адамша тізерленіп алды. Ерғали қорқақ адам еді. Көзі адырайып кетті. Қолындағы былғарысын біресе кигіздің астына, біресе қобдиына салды. Солдаттың көзіне ілінсе, жамаулық кішкене былғарыны алып кететіндей көрді. Бұдан бір күн бұрын келген солдат көзіне елестеді. Көрші поселкедегі большевиктерді ұстай келген өтіреттің адам екен. Басында қазақтың тымағы, аяғында жаңа былғарыдан тіккен жарма қоныш, сақтянды етік. Киміне қарап қазақ болама деп жанына жетіп барғанда орыс екенін бірақ білген. Сенікі большевик бар, деп бүркіттей түйілгенде, Ерғали жанын қайда қоярға білмей сасқан. Ол кездегі үкіметке большевиктің жексұрын екендігін сезетін еді. Сондықтан өзімді большевик деп тұрма деп үрейленіп, солдатты жалынып, үйіне кіргізген жерінде баласының болыскей ер тоқымын көріп қалып, солдат қолтыққа қысады. Алма дейтін Ерғалида дәрмен бар ма? Бармақты тістеп қала берді. Ер тоқымды өңгеріп алып, қоқиланып шауып бара жатқан солдаттың әбден қарасы үзілген соң, барып зығыры қайнап кетіп, сол кеткеннен келме, жолыңа жуа бітсін, деп дәметкен бәйбіше қарғап еді. Одан артық қылар дәрмендері де жоқ еді. Солдат келді деген хабарды естіген соң, тағы қандай нәрсемізден айырылар екеміз деген қауіп туды. Ерғали сөзіне қатынының төркінінен әкелген ала көпісі түсті. Сорлау, ана көпіні тықсайшы, іліп кетеді ғой, деді. Әлгі солдатың келіп қалмаса, деп бәйбіше қозғала бергенде, Мойнақтың арсылдауы үдеп, есік ашылды. Сарт етіп табалдырыққа тиген қылыштың даусынан естігенде,
бәйбіше селк ете қалып орнына отыра кетті. Қолдарында винтовка, түстері кісі өлтірген адамдай сұп-сұр болып екі жігіт кіріп келді. Екеуі де салам алейкум деді. Ерғали қуанып кеткен немедей солардың келуін тілеп сағынып отырған адамдай: «Әлейк салам, шырақтарым, жоғары шығыңдар», деп орнынан тұрып бүкшеңдеп көрпе салып жатыр. Келушілер үй ішімен амандасты. Аң-таң болып отырған бәйбішеге үлкендеу біреуі: «Амансыз ба бәйбіше?» деді. «Ибай-ау, қазақсыңдар ма, шырақтарым?» «Қазақпыз, қорықпаңыз. Қазақ көрінеді ғой, кешегіден түсі жылырақ», деп Ерғали аяғын көсіліп отырды. Жамақ жөн сұрай бастады. «Біз Алашорданың делегаттарымыз. Сулы болысына барамыз. Лау керек. Атты тезірек жеткізіңдер», деп толықтау келген қарасұр жігіт бұйрық берді. Үстінде қасқыр ішік, әкесінен қалған мұрасы сияқтанып, жағасын қайырып, қоқиланыңқырап отырды. Ішкі киімдері сол латча, беліне байлаған кішкене мылтығын «Мынаны көрдің бе?» дегендей ғып сөйлеген уақытта қозғап қойды. Екіншісі ұзын бойлы сары бұжыр жігіт. Басында жүнді бөрік, үстінде шинелі, аяғында солдаттың киетін сары етігі. Малдас құрып отырғанда мойнындағы қылышын әлдилеген баладай алдына өңгеріп отырды. Бәйбіше екеуінде бастан аяқ қарап шығып: «Ой Құдай-ай, қазақ балаларының да солдат болып қалған-ау», деді. «Қатын, тұр, шай қой. Балалар тоңып келген шығар», деп Ерғали шайға айналдырып, атты аулынан тауып жегуге ыңғайланып еді. Қарасұр жігіт ызғарланып ақ қалды. «Сенен чай сұраған адам жоқ. Жегетін болсаң тез жек». «Мына шіркіндер қайтеді? Орыстанда жаман қатаң ғой», деп бәйбіше сескеніп қарады. Ерғалида Жамақта аяқты ұшынан басты. Ауыл абыр-сабыр. Екеуі арба майлап жатыр. Біреулері үзілген делбені жалғап жатыр. Бәрі де асығыс. Жан таласып әзірленіп жатыр. Жүргіншілер үйден шыққанда тал қорапты төрт аяқты арбаға бір көк, бір торы атты парлап жегіп, тоң киген сақалды қара кісі делбені ыңғайлап көшірге мінгелі тұр еді. Арбаға енді міне береміз дегенде сары божыры жолдасына күңк ете қалды. Екеуінің де көзі Жамақтың аяғына қадалды. Жаңа тіктіріп киген байпақты етікке екі көз бірден қадалған соң Жамақ ықтайын деді. Жанындағы кісінің артына таман тұрып еді. Қарасұр жігіт жекірді. «Әй, қарасақал, неге ғысасың? Бері кел». Көзі мөлдіреп Жамақ келді. Аузы басы жын ұстаған адамдай жыбырлады. «Аяғыңдағы етігіңді сат,
Ойбай, қарақтарым, кедей адаммын. Мұны сатсам, жалаң аяқ қаламын. Қайтадан етік алатын күшім жоқ. Сөзді қой, шеш, ақшаңды поштамен жібереміз. Сары божыр жігіт тоңып тұрған аяғын жамақтың байпақты етігіне тыққанда, жанып тұрған пешке тыққандай болды. Көзі шырадай жанды. Жамантықтың үйінің жанында 10 шақты адам сөйлесіп отыр. Өткен кеткенді әңгіме қылады. Бұрынғы тыныштық күндерді сағынады. Алашорда болса, көзімізді ашамыз ба деп едік. Өзі басқалардан асырып жіберді ғой, деді біреуі. Қайсы оңдырар дейсің? Бәрінікі де алу ғой. Құртпай қояр дейсің бе? Деп ежірейген сары шал алдағыны болжап айтқан болады. Кеспелтек қара кісі насыбайын шырт түкіріп алып, мұның қызығын әлі большевик келгенде көрерміз, деді. Білсең айтшы, ол қайтеді екен? Дегендей жұрт соның бетіне қарай қалды. Ахметтің Ушителі баласын көріп едім. Сол газет алып тұрады екен. Петербор, Мәскеу жағы кілең талау дейді. Большевик менікі, сенікі болмасын дейді екен. Твая мая, мая твая дейді екен ғой. Ол келсе, қазақты бітті деде қой. Манадан бері үндемей отырған имек қара кісі де сөзге қатысты. Көргенін, естігенін айта бастады. Кеше Кәуриланың үйіне барып едім. Шай ішіп отырғанымызда епем келіп, Кәурила екеуі ілінсе кетті. Епем Большевикті мақтады. Кәурила жамандады. Осы қалада епемнен осалы жоқ, деп біреуі іліп ала жөнелді. Екінші біреуі қарсы болды. Қатайтасың, епемнен оны орыс жоқ, оңды орыс жоқ. Бірдемеге ділгір болып сұрасақ, тоқтаусыз береді. Ең арғысы, биыл ауылдың сиырын қала ұстағанда, ол араға түсіп, босаттырып жіберді ғой. Қой, епем оңды болса, Большевикті қолдамас еді ғой. Енді кім қолдасын? Биылғы қазашылардың соққан 25 қамшысының таңбасы арқасынан әлі кете қойған жоқ шығар. Апырмай-ай. Қазақшылардың осы қалаға сондағы ісі мықты жәбір болды ғой. Планженің алдында жатқызып қойып 80 адамын ұрған ғой. Орыс болса да адам аяйды екен. Мен өзім сонда жаман аядым. Төмен қарап отырған жамантық басын көтерді. Манадан бері айтылған әңгімеге өзінше қорытынды істеді.
пәлен түген дегенмен сол Болшайбектің теріс болмас деймін. Пашалық болған соң бірінен бірінің өзгешелігі болуы керек қой. Осы күндегілердің бар ісі талау, тарту. Болшайбектер де талауға үйір болса, бұлармен бірігер еді ғой. Түбінде солар осы күнгі жүргендерге қарсы болғанда, осы талап алуына қарсы шығар. Илайым солай болғайда, деп отырғандар күлісті. Ауылдың жел жағындағы көлдің белесінен бір арбалы асып түсіп шаңдатып келеді. Жұрт көзі қадалды. Сөйткенше болмай, арбалы қара жолдан бұрылып, ауылға қарай салды. Бұл Ерғалидың үйінен шыққан жігіттер еді. Жай кісі емес шығар, жүрісі қатты екен. Солдат, молдат болама, ыдыраңдар, деді Жамантық. Ұйлығып тұрған жұрт үй-түйіне жөнелді. Кейбіреулері қораға кіріп кетті. Құрабай деген кедей шалдың үйі ауылға келетін жіңішке жолдың үстінде еді. Үйіне тіке жүрсе, кездесіп қалатындай көріп, боқтықтың арасымен адымдай басып келе жатыр еді. Қарасұр жігіт көріп қалып айқай салды. Әй, Жамантымақ, қашып барасың ба? Бері кел. Әй дегенде Қорабай селк ете түсті. Баруға қорықса да қазақ екенін білген соң, тие қоймас деп арбаға қарай жүгірді. Бассайшы аяғыңды. Өзің не қылған немесің? Қорабай еңкеңдеп келіп жетті. Неге қашып барасың? Қашып бара жатқам жоқ, тақсыр. Бесін оқуға асығып бара жатыр едім. Өлейін деп жүріп, сопысын қара. Жамантық үйде ме? Үйінде, тақсыр. Жорғасы қайда? Албарында, тақсыр. Қорабай бүкшеңдеп параттың алдына түсіп, Жамантықтың үйіне алып келді. Бар, Жамантықты шақыр. Жамантық шықты. Қолында таяғы маң-маң басып, арбаның қасына келді. Амансыңдар ма, балалар? Құла жорға қайда? Қайдағы жорға? Жамантықтың жорғасын айтам. Сен Жамантықпысың? Жорғаңды әкел. Себебі не, тақсыр? Сен әлі сұрағың келген екен. Әкел дегенді құлағың естімей ме? Әкел, жорғаны жетегіме байла. Әйтпесе, қан қылып кетермін. Жамантық сұрланып кетті. Тұла бойы қалтырайын деді. Қайырып сөз айтуға шамасы келмей, албарына қарай жүрді. Боқ күреп жүрген баласына қорадағы құла жорғаны шығарып, әкеліп, өз қолымен жетегіне байлады. Тақсыр, қарсылығымыз жоқ. Байла дедің, жетегіңе байлап жатырмыз. Бұл атты өзіңіз алып жатырсыз ба? Әлде басқа кісі алды ма? Деді. Алашорда алдырады. Алашордаға не жазығымыз бар екен? Қарсылық қылыпсың. Әлихандарды боқтапсың. Астапыралла.
Шырағым, жорғам одан арман кетсе де, үйтіп жаламен алмасаң екен. Енді сөзіңді қысқарт. Жорғаң берілмейді. Жоқ, ала бер. Жорғаның құлағын ұрайын. 2-3 бүйем сау болса, тағы біреуі құлындар. Бірақ жолсыз алғандарыңа ренжимін. Қарасұр жігіт ажырайып қарады. Көзі Жамантықтың ту сыртынан өтіп кеткендей болды. Айда атты, деп көшірді түртіп қалды. Бұрылып албардан шығып, қара жорға бет алғанда, қосарға байлаған құла жорға теңселіп ала жөнелді. Жамантықтың баласы кішкене қарап тұрды да, көзінен жасы моншақтап үйіне кіріп кетті. Жамантық шомның үстіне шығып, көз жанарына жас толып, қарасы үзілгенше қараумен болды. Ашулы ыза бойды кернеп булықты. Осы ызаларыңа қарай Болжайбек келетін күн болса, алдымен өзім жазыламын ғой. Сендердің іздерге түсетінде күн болар, деді.